Блогер Ырысбала Ікірімбай өзіне қатысты тексеріс жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Оның айтуынша, туризм және спорт министрлігінен ресми хат келген. Құжатта блогердің жүргізіп жүрген іс-әрекетіне түсініктеме беруі талап етілген. Таңертең министрліктен хат келді. Күйеуімнің туған күніне тосынсый болды. Өткен жылы да осындай тексеріс жүргізілген. Ол кезде Астанаға арнайы барып құжаттарымды көрсеттім. Жұмыстарымның заңды екенін дәлелдедім. Қорғаушысыз сотқа қатыстым. Қай кезде де істеп жүрген ісіме жауап беруге дайынмын, деді Ырысбала. Сонымен қатар блогер мұндай тексерістер табысына кері әсер етпейтінін, керісінше халықтың қолдауымен кірісі арта түсетінін атап өтті. Айта кетейік, Ырысбала Ікірімбай блогерлердің ішінде ең адал және көптеген төмен отбасыларға көмектесіп жүрген қазақтың қарапайым қызы. Сондықтан да Ырысбала Ікірімбайды сынаудың ешқандай тиімді жолын көріп тұрған жоқпын, өз ісіне адал деп санаймын. Дегенмен де кейбір блогерлердің ісіне қатысты тексеру керек секілді. Кейбір блогерлер ұтыс ойындарын тек көрермен жинау, жарнама жасау немесе ақша табу үшін пайдаланады. Жеңімпаздарды әділ таңдамауы, сыйлықтарды бермеуі алдын ала өз адамдарын жеңімпаз етуі мүмкін. Бұл көрерменді алдау. Біраз адам жеңіп қаламын деген үмітпен ақша жібереді, немесе шарттарды орындайды, бірақ соңында ұтыс болмайды немесе алдап кетеді. Бұл сенімді жоғалтады және қарапайым адамдардың ақшасына зиян келтіреді. Мұндай заңсыз лотереялар жас ұрпаққа теріс үлгі болады, оңай жолмен ақша табуға итермелейді. Бұл құмар ойындарға ұқсас әдеп қалыптастыру қаупін тудырады.